Ағайын, графикке байланысты мен мынаны айтайыншы. Бұл Заңзайнар компаниясы Рауан. Егер де сіздерде өздеріңіз болсын, біз арқылы болсын, өзге заңгерлер арқылы болсын, кредит берген ұйымына график жасауға келісімге келсеңіздер, оларға барып қол қойып кетіп қалмаңыздар. Бұл бір. График дегеніміз бір жақ жасалмау керек. Көбіне бізге келіп жатқан графиктер, график осындай график жасады, былайша айтқанда ол міндеттеме ғана. Мен ай сайын осынша төлеуге міндеттенемін. Егер оны төлемесем, осынша өсімпұлды мойныма аламын, сосын қарыздың мөлшерін осыған келісемін деп міндеттеме жазып қояды. Мұндай графикке мүлдем келіспеу керек. Бұл график емес. Яғни төлем кестесі екі жақтың келісімімен және екі жақтан адамдар қол қойып бекітілетін нәрсе. Барып бір жақты қол қойып тастап кетпеңдер, суретке түсіп алып үйге қайтып мәз болып отырмаңдар ағайын. Егер де осындай графиктерге байланысты сұрақтарыңыз туындайтын болса, бізге жазыңыздар, бізге тексертіңіздер, таплинг арқылы өтіңіздер, немесе WhatsApp-қа жазыңыздар, кеңеске жазыңыздар. Артық болмайды. Есесіне бекерден бекер өздеріңіздің мойындарыңызға заңсыз міндеттемелер жүктеп алмайсыздар ағайын. Осыны есте ұстаңыздар.